Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Жарденбаева Жанира Жұмағалиқызы. Педагогикалық идеялар фестиваліне алған тақырыбым функциядан құрылымға биологиялық логиканы ашу. Бүгінгі тақырыбымның негізгі мақсаты оқушылардың биологиялық жүйелерді механикалық жаттаудан арылып, олардың функциясы арқылы құрылымның қалыптасу логикасын түсінуіне жағдай жасау және функцияны талдау негізінде құрылымды болжай алатын зерттеушілік және себеп-салдарлық ойлау дағдыларын дамыту. Осы тақырыбымның негізгі міндеттері оқытуды құрылымнан емес, функциядан бастау дағдысын қалыптастыру. Оқушылардың құрылым мен функция арасындағы байланысты өздігінен анықтауын қамтамасыз ету. Биологиялық объектілерді талдау кезінде гипотеза құру және болжау дағдыларын дамыту. Себеп-салдарлық ойлауын, кеңістіктік елестеуін және модельдеу қабілетін жетілдіру. Оқушылардың биологиялық жүйелерді логикалық, функционалдық тұрғыдан түсінуге жағдай жасау. Дайын ақпаратты жаттау емес, зерттеушілік тәсілмен үйрену мәдениетін қалыптастыру. Бұл тақырыптың өзектілігі биологияны оқытуда оқушылардың құрылымды жаттап, оның функциясын түсінбеуі қазіргі таңда өзекті мәселенің бірі. Функция арқылы форма әдісі бұл олқылықты жойып, оқушылардың функциядан бастау арқылы себеп-салдарлық ойлауын, зерттеушілік дағдыларын, биологиялық логиканы түсінуін дамытады. Әдіс білімді жаттаудан түсінуге, дайын ақпараттан өздігінен талдау жасауға көшеді. Сонымен қатар, бұл идеяның жаңашылдығы, яғни функция арқылы форма әдісінің жаңашылдығы биологияны оқыту логикасының инверсиясында жатыр. Дәстүрлі тәсілде оқушы алдымен құрылымды жаттап, кейін оның қызметін түсінеді. Ал бұл әдіс керісінше функцияны талдаудан бастап, құрылымға қарай ойша қозғалады. Бұл модель оқушыларды дайын ақпаратты тек қана қабылдау емес, логиканы өз бетінше құрастыруға, функцияны талдау, болжау арқылы биологияға инженерлік, модельдік тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс сабақ барысында оқушыларға зерттелетін ағзаның немесе жүйенің функциясын беру арқылы сұрақтар қоюға болады. Мысалы, бұл мүше не істейді, бұл қызметті орындау үшін қандай мүмкіндіктер қажет, егер жүйе зат алмасуды тездетсе, оның қандай ерекшелігі болуы керек деген сияқты сұрақтар, топтық жұмыстар миға шабуыл арқылы функцияны ашып алады. Оқушылар функцияға сүйене отырып, құрылымды өздері елестетіп болжам жасайды, немесе қағазға қарапайым құрылымдық эскиз салады. 3D құрылымдар құрастыру арқылы модельді қорғап шығады. Оқушылар өз болжамдарын жасағаннан кейін ғана мұғалім шынайы анатомиялық немесе жасушалық құрылымды көрсетеді. Осы құрылымдар арқылы оқушы болжаммен салыстырып, қай элемент сәйкес келді, қай жері өзгеше, неге деген сұрақтарға жауабын таба алады. Бұл тақырып бойынша өкпе альвеоласын мысалға келтіруге болады. Мұғалім оқушыларға функцияны айтатын болады, яғни бұл құрылымның негізгі қызметі оттегін қанға өткізу және көмірқышқыл газын шығару екенін түсіндіреді. Оқушылар осы функцияны ойлай отырып, мынандай сұрақтарға жауап беруі қажет. Бұл процесс өте жылдам жүруі керек пе? Газ алмасу үшін қандай жағдайлар қажет? Қанмен жақын байланыс керек пе? Беткейдің үлкен болғаны тиімді ме деген сияқты сұрақтарға жауап іздейді. Оқушылар өздерінің эскизін жасап, моделін елестетеді. Яғни, майда көпіршіктер, жұқа қабырғалар, тармақталған тор және қан тамырлары болатынын болжап елестетеді. Одан кейін мұғалім суретті немесе анимацияны көрсеткеннен кейін өкпе альвеоласы майда көпіршік тәрізді құрылым, қабырғасы бір қабат эпителийден тұратынын, айналасында капиллярлар орналасқанын салыстырады. Оқушылар функция және құрылым арасындағы байланысты осылай түсінеді. Қорытындылай келе, функция арқылы форма әдісі биологиялық білімді терең және мағыналы етіп жеткізетін тиімді тәсіл. Бұл әдіс оқушыны ойлауға, зерттеуге, логикалық білімін өз бетінше табуға үйретеді. Бұл әдіс қазіргі білім беру талаптарына толық сәйкес келеді және білім сапасын едәуір арттырады.